Алан, жазғы демалысымыз басталды. Енді демаламыз, көп кітап оқимыз. Әрине, жазда бос уақытымыз көп болады. Сондықтан тек қана ғаламторда отырмай, кітап оқып, ой өрісімізді кеңейтейік. Иә, бізге қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі көп тапсырма берді. Сондай-ақ ақындардың өлең жырларын жаттауға кеңес берді. Мен келесі жылы мәнерлеп оқу байқауына қатысқым келеді. Ол үшін көп поэма мен өлең жаттауым керек. Жарайды, онда кітапханаға барып, кітаптарды тездетіп алайық. Мен де Абай Құнанбайұлының өлеңдер жинағын алайын. Мен мына кітаптарды аламын. Алан, қарашы, Әкім Ысқақтың өлеңдер жинағы бар екен. Ақын Әкім Ысқақ туралы не білесің? Біз биыл қазақ тілі сабағында бұл ақын туралы мәліметтермен танысқанбыз. Әкім Ысқақтың «Күн ұлымын» атты өлеңін де жаттадық. Ой, қандай жақсы, оқып берші. Жарайды. Күн ұлымын қолдаушым, күнім менің. Күннің нұры бойыма сіңіргенім. Тұғыр бердің сен маған, елді ойла деп, сол тұғырдан шығады үнім менің. Ұғамысың халайық жүрегінің, сен деп соққан сол үнді біледігім. Мен дағы ғаламшардың тұрғынымын. Сүйеуі жер, демеуі ай, тірегі күн. Биік, биік, мақсатым биік менің. Биігімді көреді киіктерім. Күйінімді тыңдайды ұйып көлім. Өзің үшін өртенген жырларымды жеткізе алсам арман не, сүйіктелім. Неткен тамаша,